Сәлеметсіздер ме оқушылар, алтын сақада кездесетін алтын сыныптар бойынша алтын сақаның пропорцияға байланысты есептерін қарастырайық. Ол үшін мына жерде пропорция құру арқылы көрсетілген сандардың проценттерін табу деген бар. Біріншісінен бастайық. 144-тің 25-ке қатынасы табу үшін 144-ті 100 деп x сан белгісі болған екен. Мына процент 25% болыпты. Енді бұл жерден біз x тауып аламыз. X тапсақ 144-ті 25-ке көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сол кезде бізде қанша шығады? 36 шығады. Екінші есепте 12,5-тің 30%-ін анықтау үшін 12,5-ті 100% деп аласыз. Ал астына 30% жазамыз. Себебі мынаның 30% табу керек. Ол қаншаға тең? Енді табатын болсақ 12,5-ті 30-ға көбейтіп, оны 100-ге бөлесіздер балалар. Одан кейін бұл жерден бізде 3,75 шығады. Келесі 168-дің 125%-ын анықта десе, 168-дің 100%, 125%-те x болады. Себебі бізге сан белгісіз. Бұл жерден не істейміз? 168-ді 125-ке көбейтіп, оны 100-ге бөлсек, бізде балалар 210 шығады. Осылай шешім тауып кетесіздер. Так, мына жерде бізде екінші есепте 45%-тің 360-ын тап деп тұр бізде. Бұл жерде пропорцияны қалай құрамыз? 45-те біріншісінде 45-те 100 деп аламыз. 360-та x деп аламыз. Енді бұл жерде x-тен 360-ға 100-ді көбейтеміз, одан кейін 45-ке бөлеміз балалар. Сол кезде бізде қанша шығады? 800 келіп шығады бізден. Ал 15%-тің 15%-те 100, 147-де x болып тұр. Енді бұл жерде не істейміз? 147-ні 100-ге көбейтеміз де, оны 15-ке бөлшерістер балалар. Сол кезде 980 келіп шығады. Одан кейін 140-тің 140 100 дейді. 2100-дің 2100-де x дейді. Енді бұны табу үшін есеміз, x табу үшін 2100-ге 100-ді көбейтеміз де, оны 140-қа бөлжереміз балалар. Сол кезде бізде шығады 1500 шығады балалар. Осылай тауып кете береміз пропорцияны. Пропорцияны негізі дұрыс құрсақ, дұрыс есеп шығара аламыз. Оқушылар, енді төртінші есепке қараймыз. Альбомның бағасы 600 теңге, қалам бағасы альбом бағасының 10%-ын құрайды. Бір альбом және екі қалам сатып алу үшін неше теңге төлеу керек дейді. Сонда бізде альбомның бағасы, альбом бізде 600 теңге тұрса, онда оның 10%-і 60 теңге болады. Сонда бізде қалам 60 теңге деген сөз. Қаламды 2-ке көбейтсек 120 теңге болады. Сонда 600-ге 120-ны қоссақ балалар, бізде 720 шығады. Сонда бір альбоммен екі қаламға ол 720 теңге төлейтін болады. Келесі 5-ші есепте балалар. Айжан жеңілдік арқылы көйлектің бағасын тек 80%-ін, яғни 9000 теңге төлеп көйлек алып сатып алады. Көйлектің бастапқы бағасы қанша теңге дейді. Бұл жерде балалар, бізде бастапқы көйлек бізде x болған екен, x-та 100% деп аламыз. Ол бұлай алған себебім, егер көйлек бізде сан білген кезде, мысалы общий сан білген кезде біз 100% төлеу керек еді ғой. Ал егер ол бізге 9000 теңгесін ғана төледі, бірақ ол 80% құрайды деді. Осылай пропорция құрамыз. Енді бұл жерден x табу үшін есеміз, 9000-ға 100-ді көбейтіп 80-ге бөлжересіздер. Сол кезде балалар бізде 11250 шығады. Сонда біздің бастапқы бағамыз 11250. Бұның 80%-і сонда 9000 теңгеге тура келеді деген сөз. Ал келесі балалар, мысалы бізге мынандай есеп келсе, 120 грамм қоспада 75 грамм күміс бар. Қоспаның неше пайызы күміс дейді балалар.
бізде 120 грамм болса, ол бізде 100% құрайды балар. Себебі толық бізде 100% құрайды. Ал 75 граммда күміс бар дейді. Сонда 75 X болады. Біздікі 75 бізде процентіміз не болып тұр? Белгісіз болып тұр. Сол себепті бұл X болады. Енді 75-ті бұл жерде X табу үшін 100-ге көбейтеміз. Оны 120-ға бөліп жібереміз. Сонда 7500-ді 120-ға бөлгенде бізде неше шығады? 62-де 5 шығады екен.